Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім. Міне, үй жағдайында дәл осындай балмұздақ дайындайтын боламын. Алдымен ыдысымызға құлпынайды саламыз. Үй жағдайында өстіп балмұздақ мороженый балаларымызға жасап берсек болады. Бисмилля деп. Қышқыл болып қалуы мүмкін, себебі қышқыл ғой көбінесе. Сондықтан 1,5 қасықтай қант қосқым кеп тұр. Бисмилля. Міне енді қазір 33% сливки. Осы қоюлық болады деп ойлаймын. Міне енді тура торттың несі сияқты, кремі сияқты болды. 15 грамдық ванилін түгел қоса салайын. Енді менде сгущенка жарты қауырсын қалыпты. Енді соның үстіне мына құлпынайды қосамыз. Мына одноразовый деп қоямыз ғой. Бір рет қолданылатын ыдысқа. Яман. Қазір технологияның дамыған заманы ғой. Әркім үйінде отырып қалағандай жасап жеуге, жасап ішуге болады. Тек оның керекті заттарын тауып алып келсеңіздер болды. Бисмилля. Бетін тегістеп, енді өзінің қақпағы бар. Қақпағын жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағат қойып қояйын деп жатырмын. Қақпақ жоқ болса, кәдімгі пакетті жаба салсаңыздар да болады. Менің ыдысым қақпағымен өзі дайын. Енді мынау тағы артылып қалды. Қанша шықса да осыны құйып қояйын. Міне балмұздақты дайындап қойғанымызға 4 сағаттан асты. Біздің балмұздақ дайын болды. Ыдысқа салып дайындаймыз. Ыдысқа салып дайындадық, енді дәмін көрейік. Үй жағдайында осылай немерелеріңізге балмұздақ жасап беріңіздер. Мен сол үшін көрсетемін сіздерге. Керемет. Ешқандай дүкеннің балмұздағынан ешер кем болып тұрған жоқ, тіпті дәмді. Ал ас болсын немерелерім. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Пікірлеріңізді жазып, лайк баса кетіңіздер.